Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Бүгін сендермен бірге Альфа KZ және менің қасымда отырған қарындасым Аяру. Бүгін сіздермен фотодағы айырмашылық кітап деген ойынды ойнаймыз. Ал сіздер каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, 100 мыңға, 10 мыңға, 20 мыңға жеткізіп тастайық достар. Ал біз кеттік келесі. Ал кеттік, ал бірінші неміз. Ал мынаяқтан табуың керек сен қайсысы, біреу ғана попитка. Так. Бір-ақ нәрсе, Иә. Мындай табатын нәрсе. Ұпай саны есептеледі, кім бірінші табады сол. Сонда сіз іздейсіз ба? Иә. О май гад, уақыт кетіп жатыр ғой. Вообще не вижу. Ничего не вижу. Құлағын мен тауып қойдым бірінші. Құлағы қай жер? Қасқырдың құлағы болды бұл. Ту, боже, я не нашла. Ал енді екіншісі. Мына арадан екеу табу керек екен бізге. Бұл жерден бізге екеу табу керек екен. Так. Даже біреуіне таппадым мен әлі. Я тоже. Біреуін таптым. Иттің қарғы бауы. Мен тауып қойдым уже. Екеу емес екен ғой, біреу екен ғой. 2-0. Ладно, болды. Үшіншісі кетті. 2-0 әзірге чот. Мен тағы тауып қойдым ғой. Мен тағы тауып қойдым. Я тоже нашла ана басындағы розовый. Ақ дегенім сол. Сол ма сіздің тапқаныңыз? Иә, сол. Бірақ көлеңкесінде бірдей болып тұр екен, е? Болмай қапты. Төртіншісі басталады. Таптым. Уже ма? Иә, айта берейін ба? Аха. Аюдың құлағы. Да. Ояндым мен. 3-1 болды ма? Сен басталмай Мен 2 рет, иә, 3-1. Сразу неғып қойдың ғой сен, сразу көрдің, көзіңе түсіп кетті ма сол? Қайсысы екені? Дәй болып тұр ғой екен. И потом ше, оңай болып отыр. Оңай болып отыр ма? Иә. Бір жаңа білмеймін не ғой. Уже үйреншік сияқты болып қалатын. Сен ұтылып қалсаң, маған бір нәрсе қарыз боласың, ал мен ұтылып қалсам мен қарыз болам. Аха. Дешек бақшына көзін жұмайым. Краскіден болып тұр ма? Бұл неден болып тұр? Мен таптым. Ана Машаның аузының астында. Да, иә, сондай екен. 3-2. Жетіп қалдым ғой жұмаған? Иә. Сәл мен ауырып тұрмын, мен дауысым қарлығып, бір дауыс басқаша болып тұр. 6-шы. Так, бұл жерде бізге мен тауып қойым керек енді осы жолы. Түзіқ. Я уже нашла, қояның бір қолы жоқ. Сәбіздің астында. 3-3 болып жатыр уже. Дүй ғой. Енді ояндың ба сен? Иә. Мен енді ұйықтап отырмын да. Таба алмай қалдым мүлдем. Қолдайтындарың, аярды комментария жазып кетіңдер ема. Ана қояның бір көзі қорқынышты тұр ғой ше. 7-шісі. Бізге мына жерде қоянның құлағы. Ана 2-ші суретте қысқа, 1-ші суретте ұзын болып тұр. Насерес қызық ше. Сен жетіп жатырсың, сен уже 4-3 болды уже. Ойын қызып жатыр. Соңында өте күшті нәрсе шығады, сол үшін де конца көріңіздер. Соңында қиындай бастайды, қазір оңайлар ғой. Дәл тауып жатырсың ба? Иә.
Ал мына жерде инелік. Жағасы, міне. Мынандай жерінде жағасында бар екен. Мхм. Мен сені шатастыру үшін бірінші инелік деп сен көзіңді аударып жібердім да басқасын іздеп алдым ғой мен. 4-те 4. Мхм. Ой, болады. Қазір тағы да келесісіне тағы сені жаңылыстырам. Сөйтемін да ұтып кетуім керек мен сені. Инелік деген сен жаңылысып қалдың ба сен? Жоқ, бірінші инелікке қарадым да, потом ода қате жоқ екен да. Сіз айтпастан бұрын 9-сына келдік. Шешуші кезең басталып қалды. Уже сәл. Уже Мына құлағында ғой, Өйткені қояның мына жерінде сары нәрсе бар, ал екіншісінде жоқ. Не деген жылдамдық мынау көз деген. Қалай көз прям жұмыс істеп жатыр бірден. Не деген мына көзің бірден түспейді да ғой жағасына қақтан көріп қойдың. Мен бірінші қойынға қарадым ғой, прям көзіме мындай болып тұрды ғой сол. Мен ана ойлап тұрмын, ана Машада ма, киімінде ма, әлде ана артында велосипедте ма деп. Так, оның достар. Қазір соңында күшті нәрсе шығады прям. Ал мына жерде аяқ киімі ғой, ә? Че за аяқ киім? Жоға. Жоқ, ана онда несінде отыр, бантигінен болып тұр ғой, ә? Жоқ. Ана аяқ киім анасында не бар екен ғой? Ой-ой-ой. Әлде шошқан көзінде ма барлық мәселе? Таба алмадық қой. Таба алмадық қой, ема. Анасы арасы ашық екен. Арасы ашық екен біріншісін. Болмады. Сонда қазір бізде 5-те 4, е? Болмады. 5-те 4 қазір бізде, достар. Бұл жерде уже я вижу, что это... Құлағында екен. Жоқ, құлағында емес. Ей, мен видео емеспін. Задний фонда ма әлде? Задний фонда, ау. Так. Өлі уақыт бітіп отыр. Я не нашла, достар. Осы шошқа жаман қинайды екен адам, де? Шошқа қинайды екен, я. Уақыт бітті. Ой, шашағында екен ғой барлық мәселе. Әлі 5-те 4 бізде. Мына Машаны тауып алуға болады енді. Жұлдызында ма маңдайындағы? Бір тісі жоқ болып тұрса, е? Ондай емес. Алданбай деген достар, оказывается. Вообще ештеңе көріп отқансыз. Аз қалды ғой уже. Таппадым. Айттым ғой, бара-бара қиындайды, соңында вообще қызық болады, сол үшін до конца көріңіздер. Просто так орамалның басқа жағы анау. Оказывается. Допта болып тұр, я? Жоқ. Қателік бұл суретте. Бұл да бітіп жатыр уже. Қателік бұл. Мен таптым. Саусақтары. Саусақтар. Айтып үлгермедім. 5-те 5. 5-те 5 болып тұрмыз ба? 5-те 5 болып тұрмыз. Саусақтары. Еще тағы дейді. Бұл медведтің. Медведте емес барлық мәселе. Қолын қай жер? Машаның қолында. Анықтап қарамасақ негізше болмай жатыр ғой. Аз қалды. Әлде баянда ма? Құлағында ма әлде? Шыршада шар бәлкім. Тісінде болып тұр ма не? Вообще байқап тұрған жоқпын ғой. 5-те 5 әзірге, е? Иә. Ал сендер достар тауып жатырсыңдар ма? Комментарияда тапсаңдар, таптым деп жазып кетіңдер. Біздің таппағандарымызды айтыңыздар. Иә. Әзірге бізде тең естіп тұрмыз 5-те 5. Ал достар, біз бүгінгі видеоны аяқтаймыз. Сол 5-те 5 болып қалдық біз.
бұл жерде ешкім қарыз болған жоқ, тілек орындау деген сияқты. Ал сіздер келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Подписаться деген қызыл кнопканы басып, лайк басып, комментария жазыңыздар. Қарындасым сұлу ма, сұлу емес па, маған ұқсай ма, ұқсамай ма екенін соны бір жазып өтіңіздер. Сен айтатын бар ма? Подписаться етіп колокольчикті басып, лайк басыңдар. Комментарияға кімнің жеңу керектігін айтыңыздар. Біздің таппағандарымызды сіздер тапқан шығарсыздар, мүмкін комментарияға жазып кетіңіздер. Пока. Сау саламатта болыңыздар.